Сәлем достар, бұл видеода қаңтар айында болған конкурстың қорытындысын көрсетейін деп едім. Естеріңізге сала кетейін, осы жылдың қаңтардың 1-інде видео шығарып, ол видеода конкурс жарияладым. Басты сыйлық AirPods 2 және оны ұту үшін шарттары оп-оңай. Біріншісі лайк басу керек, екіншісі коммент жазу керек және үшіншісі каналға тіркелу керек. Осындай оп-оңай шарт болған. Жаңа жыл мерекесіне арнайы AirPods лақаптары ойнатылады. Шарттары оп-оңай. Лайк басыңыздар, бұл каналға жазылыңыздар және пікір қалдырыңыздар. 15 күн өткен соң сайыс аяқталады. Арнайы программа арқылы жеңімпазды табамыз. Тікелей эфир менің Instagram парақшамдан көре аласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. 15 күні конкурс аяқталды. Менің Instagram парақшамда тікелей эфирде 10 адамның көзінше арнайы сайтта кім ұтқанын анықтадық. YouTube-қа комментарий жазған, лайк басқан, каналға тіркелгендердің арасында. Қазір бір 10 адамнан артық жиналсын. Сосын бастаймыз, күте тұрайық. Көрмегендер мынандай YouTube-та видео болған. Мынаны лайк басып, комментарий жазып, и каналға тіркелу керек еді. Ал 1, 2, 3 деп бастым мен. Бірақ спонсордың қолы тимеді. Кейін ұтқан адамның өзі басқа қалада болды. Соның бәрін реттеп, кеше сыйлығын апарып бердім. Өз қолыммен тапсырдым. Так, мен Ақкент микрорайонына келдім. Мына AirPods'ты беру керек. Біз Наргиз деген қызбен келістік. Сағат 8-де кездесеміз деп кешке қарай. Соны қазір беруге бар жатырмын. Сәлем. Наргиз сен ба? Наргиз Есенина сен ба? Да, я. Қазақ екенсің ба? Ага. Мен атым Бақтияр. Мен мынау подарок саған. Ұтып алдым. Рахмет. Бұл біздің Қазақтех шоу каналынан ұтып алдың. Күшті. Рахмет. Ашып көр, бұл. Аша берейін бе? Аш. AirPods. Дірілдеп кеттім. Қуанып тұрмын. Рахмет. Қалай ойлайсың жалпы Қазақтех шоу туралы не ойлайсың? Шынымды айтсам, бұл менің ең бірінші рет осындай үлкен бір серьезный дейді осындай подарок сыйлық ұтып алғаным ең бірінші рет осындай. Сенбей тұрмын әлі де. Рахмет. Сол өзің киіп, өзің төздік. Қазақша ең бірінші бір техникаға шолу жасаған ең бірінші каналым. Осы жалпы көріп жатқаным ең бірінші рет. Және де өте қызықты жүргізесіз. Рахмет, көп мәлімет білеміз. Және де сұрақтарымызға да жақсы жауап бересіз. Ұсыныстарым да болды. Мысалы, 10-шы iPhone немесе AirPods жайлы ұсыныстарым бар еді. Соның барлығын орындадыңыз. Және де осы сыйлығыңызға да рахмет. Достармен бөлісесіңдер ме? Әрине, я. Жарайды, осымен бітті. Конкурстың сыйлығын бердік. Так, мен салам ба, самайын ба? Самайын шығарым да. Мені келіп табыстап бердік сыйлықты. Осылай конкурсқа қатысыңыздар, осындай сыйлықтарды аласыздар.
Сау болыңдар. Достар, осы YouTube'дағы Қастек Шолу деген арнаға жазылыңыздар. Достарыңызға кеңес беріңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Осы каналда шынымен де YouTube'да Қастек Шолу арнасында да басқа интернетте осындай үлкен қомақты сыйлық ұтыласа болады екен. Рахмет. Рахмет. Сонымен конкурс болса, қатысыңыздар, менің Instagram парақшама жазылыңыздар, видео күтіңіздер. Осымен сізге көрсетейін дегенім бәрі шынайы, конкурс сіздердің көздеріңізше өтеді, сыйлық оригинал. Қастек Шолу, менің атым Бақтияр. Сау болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Наргиза Есенина, және мен AirPods ұтып алдым. Осыдан бірнеше апта бұрын YouTube желісіндегі Қастек Шолу арнасында ойнатылған сайыстың барлық қағидаларын орындап, қатысып көрейін деп шештім. Сайыстың нәтижесі тікелей эфирде ойнатылды. Және кейіннен маған жауап келді. Ашып көрейік. Дәл осы құлақ қаптарды Қастек Шолу арнасының иегері Бақтияр кеше жеке өз қолыма табыстады. Қосып көрейік. Құлаққаптар қосылды. Қарап тұрсаңыз, бұл оригинал. Атын ауыстырса болады.